Ал құрметті оқушылар, сіздерді марапаттау рәсіміне қабыл алыңыздар. Оқу-ағарту министрлігінің 2011 жылы 7 желтоқсандағы 514 бұйрығына сүйене отырып, Ақберен республикалық танымдық шығармашылық журналының ұйымдастыруымен 2025-2026 жылының қазан-қараша айларындағы республикалық Мақатай оқулары конкурсына қатысып, екінші орын иеленгені үшін Темірбек қызы Асылай марапатталады. Келіңіз. Ал келесі дәл осындай мәтінмен Мақатай оқуларының конкурсына қатысып, екінші орын иеленген үшін Ниязбек Жұлдыз Ильясқызы марапатталады. Дәл осындай мәтінмен Мақатай оқуларының конкурсына қатысып, екінші орын иеленгені үшін Төлепбергенов Жанболат марапатталады. Ал жарайсың. Мақатай оқуларының конкурсына қатысып, екінші орын иеленген үшін Абай Алмас марапатталады. Мақатай оқуларының конкурсына қатысып, екінші орын иеленген үшін Санақ Асқат марапатталады. Дәл осындай мәтінмен республикалық Мақатай оқулар конкурсына қатысып, екінші орын иеленген үшін Қайрат Нұртас марапатталады. Келесі республикалық Мақатай оқулар конкурсына қатысып, бірінші орын иеленген үшін Бақыт Ұлданай марапатталады. Өте мәне деп айтқан, сол үшін бірінші орын берген. Республика Мақатай оқуларына қатысып, бірінші орын иеленген үшін Жанғали қызы Аяру марапатталады. Аяру бірінші орынды ешкім бермей келе жатыр, барлық жерде жарайсың. Ал республикалық Мақатай оқуларының конкурсына қатысып, бірінші орын иеленген үшін Диқанбай Жанар марапатталады. Жарайсың. Келесі республикалық Мақатай оқулар конкурсына қатысып, бірінші орын иеленген үшін Төкен Кәусар марапатталады. Енді оқушылар мына жерде Мұса Аяла және Құрмантай Нұрдәулеттің орындары, олар оқушылар келген жоқ. Келген кезде марапатталады. Аяла.